Айлық пен зейнетақы өседі. Бұл туралы Экспресске жазды. Премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов былай деді: сіз бен біздің табысымызды арттыру үшін үкімет әлеуметтік салаға 4 триллион теңге жұмсайды. Бұл былтырғымен салыстырғанда 230 миллиардқа артық. Сонымен, нақты кімдердің табысы артады? Бюджет саласы мен квази-мемлекеттік секторда жұмыс істейтін 1 миллионнан аса қызметкердің. Квази-мемлекеттік сектор дегеніміз мемлекеттің қатысуымен пайда болған құрылым. Одан бөлек, үкіметтен қолдау алатын бизнестегі 2 миллион 800 мың қызметкердің жалақысы артады. Инфляция дәлізі 8-ден 10%-ға артқандықтан биыл барлық әлеуметтік төлемдер 9%-ға, ал зейнетақы 11%-ға өседі. Бұл игілікті 4 миллион 200 мың қызметкер көреді. Оны жүзеге асыру үшін бюджеттен 111 миллиард теңге қарастырылған. Ал Қазмұнайгаздағы қызметкерлердің жалақысы 30%-ға, темір жолдағылардың айлығы 32, Қазпоштада 25, Қазақтелекомдағылардың табысы 50%-ға артады.